Жақсы оқу үшін асыл суыныш. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен бірге Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгін біз сіздермен мінез ақылдың сауыты деген тақырыпта сөйлесетін боламыз. Оқушылар, кітаптарыңызда екінші тапсырма, сол жерде сұрақтарға жауап беру керек. Сұрақты кітаптан оқып аларсыздар, ал мен сіздерге тек жауабын ғана айтатын боламын. Жайсаң, көргенді бұзық сөздері мінезбен байланысы бар. Сыртқы келбеттен, киген киімнен де көрініп тұрады. Қасиет пен мінездің арасында ұқсастықтар өте көп. Мінез адам бойындағы қасиеттердің жиынтығы. Мінез адамның іс-әрекетінен, адамның әр қырынан көрсетеді. Айырмашылығы, мінез туа біткен қасиет емес, ол біртіндеп өмір сатысында дамып қалыптасады. Үшінші сұрақ. Адамның мінезін түзеуге болады, бірақ ол көп уақытты талап етеді. Кейбір адамдардың сыртқы келбеті әдемі болғанымен, мінездері жағымсыз болуы мүмкін. Ондай мінезді біз сөйлесу барысында байқауымыз мүмкін. Енді, оқушылар, сіздердің кітаптарыңызда Қожа мен Сұлтанның суреттері берілген. Олардың кім екенін сіздер жақсы білесіздер. Ол «Менің атым Қожа» фильмінің кейіпкері. Қожа қандай оқушы? Қожа мектеп оқушысы. Сұлтаннан жасы кіші, мінезі бұзық, сотқар, бірақ өте мейірімді. Сырт келбеті бойы орташа, шаштары қоңыр, қара, қалың, көздері дөңгелек келген әдемше бала. Ал Сұлтан қандай? Сұлтан мінезі ерсілеу, сотқар, ойланбай шешім қабылдайтын, сосын өкініп отыратын бала. Сырт келбеті бойы ұзынша келген, шаштары бұйра, көзі қысық бала. Естеріңізге түскен болар. Енді, оқушылар, сыпайылық пен сөйлеу мәдениетінің қандай ережелері бар екен? Сыпайылық басқа адамдарға деген қатынастың көрінісі. Сыпайы адам ылғи да сәлемдесіп, қоштасып жүреді. Бөлмеге, сыныпқа үлкен кісі кірсе, оған сәлем беру үшін орнынан тұру қажет. Үлкен кісі саған қарап сөйлесе, орныңнан тұрып сөйлесу қажет. Сәлем бергенде, амандасқан адамның бетіне тура қарау керек. Достарымен сыпайы бол, оларды мазақ етпе. Алғыс сөздерді айтуды да ұмытпа. Келесі, өсек өтірік айтпа, дөрекі болма. Басқа адамдармен сыпайы сөйлесуге және сұраған сұрақтарына сыпайы жауап беруге тырысу қажет. Енді балалар, біз сіздермен бүгін Абайдың 32-ші сөзімен танысатын боламыз. Абайдың 32-ші қара сөзінде не деген екен? Осы біздің бүгінгі тақырыбымызға тікелей байланысы бар. Абай атамыз ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын, көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын. Енді бұл қара сөздің негізгі идеясы мінез құлық. Бұл сөздің сабақпен байланысы бар. Абайдың ғылымға жету жолында бағыт нұсқайтын қара сөзі. Қара сөзде автор шын мерейленіп, ықылас жігермен ізденген адам ғана ғылымға жететіндігін, оның түпкі рахатына кезігетіндігін жазады. 32-ші қара сөзінде мінездің қаншалықты маңызды екендігін жеткізген.
Енді оқушылар, бүгін сіздердің кітаптарыңызда мәтін бар, сол мәтін мазмұнын қамтитын сұрақтарды құрастыруымыз қажет. Оқулықтағы мәтінді өздеріңіз оқып аларсыздар, ал мәтін бойынша мен сіздерге келесідей сұрақтарды тағайындап қойдым. Бірінші, қожа қай жерде жасырынып тұрды? Оның жауабы мәтінде бар, теректің діңінде. Теректің түбінен кімдер өтіп бара жатыр? Екінші сұрақ. Оның жауабы мектептің директоры Ахметов ағай мен Майқанова апай. Ол да мәтіндеріңізде толық жазылған. Майқанова қожаны қандай бала деді? Түбінде адам болатын бала деп мақтады. Майқанованың мақтауы қожаға қалай әсер етті? Қожа жүрегін солқ еткізгендей әсер қалдырды деп сипатталады мәтінде. Қожа осыдан кейін өзіне не деді? Ақмақтықты доғаруым керек деп айтты. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мидың белсенді жұмысы үшін күніне 1,5 литр су ішу керек. Жақсы оқу үшін асыл суын іш.